Ассаламу алейкум, құрметті отандастарым, қалайсыздар, құрметті ханымдар мен мырзалар. Мына бүгінгі шығып отқан себебім Қазақстан Республикасының азаматы ретінде мынау қазір халықтың арасында көптеген әңгімелер жүріп жатыр. Мынау жер мәселесі жөнінде. Мынау жерді шет мемлекетке сату емес, жалға беруге де болмайтынын сіздер жақсы білесіздер ғой, билікте отырғандар. Осы мәселені жаңағы күн тәртібінен вообще алып тастау керек. Негізі жер сатып байымай қояйық. Одан қайта мынау әр Қазақстанның азаматы мен азаматшасы істеген іс нәтижесі өзіне қоғамға, халыққа пайдасы тиетіндей дәрежеде қалыптастырса, соны өзі үлкен жетістік. Өзіміздің ішкі тәртіпті қалыптастырайық. Мына экономикамыздың қалай қарыштап дамуын, жер сатып байымай қояйық. Мынау енді шет мемлекетке 25 жылға жалға беріп, тереге еткіземіз, көркейіп кетеміз, жалға беріп, әділдікке жетеміз деген ол бекер әңгіме негізі. Адамның құлағына кіретін нәрсе емес. Сол себептен бауырлар, жоғып жатқан сенділер, әр нәрсені терең ойланып тура түсінейік. Сол себептен мынау жер сату, жалға беру деген мәселе түбегейлі күн тәртібінен алып тастаса дұрыс болар еді. Одан қайта мынау әр Қазақстанның азаматы мен азаматшасы істеген ісінің нәтижесі өзіне қоғамға, халыққа пайдасы тиетіндей дәрежеде қалыптастырса, соны өзі үлкен жетістік. Одан кейін мына отанымызға деген жастарымызды патриоттық сезімін жоғарғы деңгейде қалыптастырайық. Мына тіл мәселесі 30 жыл бойы өзіміздің жоғарғы деңгейде қалыптастырмай келе жатырмыз. Осы тіл мәселесі, өзіміздің ата дәстүр, салтымыз, дініміз, тіліміз, осы мәселені күн тәртібіне қояйық. Мынау жер сатып, жалға беріп, 25 жылда жаңағы арендаға беріп, жаңағы жалға беріп, 25 жылдан кейін жаңағы өркендеп өсіп кетеміз деген сөз, мына кішкене баланың құлағына кіретін сөз емес. Сол себептен Қазақстан Республикасының азаматы ретінде осы мәселені айтуға сіздерге арнайы шығып отырмын. Енді көп сөйлеместердің мазаларыңызды алмай қояйын, бірақ енді тағы да қайталап айтамын, мынау жер сатылу мәселесі бұл түбегейлі қарсымын. Бұған халық та қарсы, оны жаңағы өздеріңіз де біліп жатсыздар, көріп жатсыздар. Мынау әртүрлі сөздер, әңгімелер жүріп жатқаннан кейін мына жеріміз сатып байымай қояйық, бауырлар. Сол себептен мінекей жоғары жатқан шенділер, мынау еліміздің болашағы баянды болсын десек, бәріміз де жаңағы бір жұмырттай жұмылып, дұшпанымыз күйінетіндей, досымыз сүйінетіндей дәрежеде еліміздің өркендеп өсуін, басқа да жолдары көп, қаражатты бөліп, мынау терек егу мәселесі болатын болса, өзіміздің қазақтар-ақ теректі любой жерге егіп, любой жерді көріктендіріп, любой жерді жаңағы жұмыс жасай алады. Ол енді Қытай келіп жасап береді деген әңгіме, ол енді білмеймін, айтамаймын. Ол түбегейлі негізі дұрыс мәселе емес. Қытай бізді еш уақытта жарылқамайды. Сол себептен бауырлар, мынау бір Алладан қорқайық негізі. Аллах бәрін көріп тұр. Сол себептен аманатқа қиянат жасамай, еліміздің өркендеп өсуіне тайсалмақ қызмет жасайық. Сол бауырлар, егеменді еліміздің болашағы баянды болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жақсылық болсын. Осы бәрімізді атсалысайық. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.